Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын дайындаймыз. Қамыры өте жұмсақ, биік әрі дәмді болып пісетін тортты менімен бірге әзірлеңіздер. Ол үшін таза ыдысқа 3 жұмыртқаны 1 құты қойытылған сүтпен араластырып миксерлейміз. Қойытылған сүттің майлылығы торттың дәмді болуына әсер етеді. Сол үшін мен айналайын немесе тірі желания қойытылған сүтін пайдаланамын. Миксерлеп болған соң, алдын ала тоңазықтан шығарылған үй температурасындағы сары майды қосып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Алдын ала ситадан өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты қосып, араластырып, 2-3 бөлікке бөліп, біркелкі масса болғанша миксерлеп араластырамыз. Бізде міне осындай біркелкі тығыз масса пайда болды. Пергамент қағазына 18 немесе 20 диаметрлі форманы сызып, немесе арнайы форманың көмегімен қағазды қысып, формасын шығарып алуға да болады. Мен 18 диаметрлі форманы карандашпен осылай сызып пайдаландым. Әр формаға 2 немесе 2,5 ас қасықтан қамырды салып, біркелкі етіп, осылай жайып шығамыз. Дайын болған корждарды осылай пешке жібереміз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін ситадан өткізілген қант ұнтағы мен сүзбелі ірімшікті миксерлеп араластырамыз. Осындай масса пайда болған соң, сүзбелі ірімшігіміз араласқаннан кейін үстіне кілегейді құйып, тағы да миксерлейміз. Міне бізде осындай әдемі крем пайда болды. Енді подложкаға кішкене кремді қойып, тортты жинаймыз. Мен тортты жинау үшін кольцоны қолданамын. Ол болмаса да тортты жинауға болады. Корж крем алма-кезек осылай жинаймыз. Корждан соң 2 ас қасық крем немесе 2,5 ас қасық кремді салып, біркелкі жайып, осылай әдемлеп жинап шығамыз. Кремімізді жинадық, енді тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан шыққан, дайын болған тортымызды, корждарымызды шығарып, кольцодан босатамыз. Жан-жағын кремдерін әдемілеп, түзеулеп, әрлейміз. Тортты әрлеу өз қалауларыңызша. Мен тортқа әрлеу үшін вафельді ұнтағы мен шоколадтарды қолдандым.
осындай жұмсақ әрі дәмді тортты әзірлеп отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Салтанат.